Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында температура талғамайтын іш майдың шыжғыру жолымен бөлісетін боламын. Алдымен YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен іш майларды 2-3 қайтара жақсылап таза суға жуып аламыз. Егерде арасында бездері болса, оны пышақпен алып кесіп тастайсыздар. Содан соң жақсылап сығып, су сорғу үшін газетке бір келкетіп орналастырып 15 минутқа қалдырамыз. Міне енді дайын болған іш майларды жақсылап көбіктеп ұсақтап турайтын боламыз. Егерде мясорубкаңыз болса, оны менде өткізіп алуыңызға болады, тез болу үшін. Енді осы дайын болған майымызды қазір қазанымызға салып шыжғыратын боламыз. Мінекей қазанымызға орналастырдық. Қазір қақпағын жауып, жоғары отта бір бұрқылдатып қайнатып алатын боламыз. Міне майымыз бұрқылдап қайнап жатыр. Астын азайтып, баяу отта шыжғыратын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай майымыз шыжғырып болды. Қазір шыжығын майынан сүзіп алатын боламыз. Құрғақ таза эмальді тысымызға сүзгіні қойып, қазір майымызды тұтасымен сүзіп алатын боламыз. Бұл үш май температураны мүлде талғамайды. Қазір бұл сұп-сұйық күйінде тұр, шамалы уақыттан соң қатады. Салқын жерде болсын, ыссы жерде болсын, мейлі сақтай бересіздер, ештеңесі кетпейді. Шімшік майдан 10 есе таза. Кез келген тамақ түріне шетінен алып қолдана берсеңіздер болады. Ал енді мына шыжығын көріп тұрсыздар. Бұны қазір бөлек ыдысқа салып аламыз. Осы ысылай күйінде нанмен қосып жеп алсаңыздар тіптен керемет. Ешқандай да зияны жоқ, жүректі айнытпайды. Ауру астан деп қазақ бекер айтпаған. Шімшік майдың орнына денсаулықтарыңызға пайдалы осындай таза май жасап тұтыныңыздар.